Сәлем достар, мен сіздермен керемет панкейктің рецептісімен бөліскім келіп тұр. Құрамын описаниядан қарай аласыздар. Алдымен ыдысымызға жұмыртқаны, сары майды және сүтті қосып, винтикпен араластырамыз. Сары майды алдын ала ертіп алып барып қосу қажет. Содан соң 5 қасық қантымызды салып, винтикпен тағы да араластырып аламыз. Содан кейін ұнды қосып араластырып аламыз. Bir шай қасық ас содасымен 1 ас қасық уксус қосып араластырамыз. Және соңынан айранды қосып тағы да араластырамыз. Біздің тестіміз дайын. Міне осындай болып шығуы қажет. Енді пісіре берсек болады. Алдымен табаны қыздырып аламыз. Панкейкімізді майсыз табаға пісіреміз, себебі тестамыздың құрамында май бар болғандықтан табаға жабыспайды, жақсы піседі. Бетінде мынадай тесіктер пайда болады. Ол панкейкіміздің асты пісті деген. Енді аудара берсек болады. Панкейкімізді орташа отқа пісіреміз. Себебі қатты да тұрса, панкейкіміздің ортасы дұрыс піспей қалуы мүмкін. Сол себептен орташа отқа пісіріп аламыз. Осылай барлығын пісіріп алдым. Панкейктеріміз дайын. Қараңыздар, губка тәрізді, сондай жұмсақ, нәзік. Сіздер де дайындап көріңіздер. Егер видео ұнаса, тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.